Облысымызда Қазмұнайгаз спартакиадасының финалдық ойындары аяқталды. Спартакиадада әйелдер мен ерлер арасында спорттың 11 түрі бойынша өткізілді. Дода барысын тілшіміз бақылап қайтты. Қазақстан мұнайының 125 және Қаныш Сәтпаевтың 125 жылдығына арналған Қазмұнайгаз ұлттық компания акционерлік қоғамының еншілес ұйымдар арасында ұйымдастырылған спартакиада ойындары өз мәресіне жетті. Жарыс тамыздың 10 мен 14 күндері аралығында өтті. Спорт алаңдарына Қазмұнайгаз компаниялар тобының 27 мекемесінен 600-ден астам қатысушы бақ сынады. Бұл шара біздің жерлесіміз Қаныш Сәтпаевтың 25 жылдығы және Қазақстан мұнайының 25 жылдығымен тұспа-тұс келіп тұрғаны бұл бекерден бекер емес деп ойлаймын. Жәндегі біздің өлкенің Павлодар қаласын жәндегі Павлодар мұнай химия зауытын ұйымдастырушы ретінде Қазмұнайгаз ұлттық компаниясы таңдағаны енді керемет жағдай деп ойлаймын. Бұл Қазмұнайгаз спартакиадасы жыл сайын өтеді. Биылғы 7-ші рет өткізіліп отыр. Жәндегі біздің өлкеде соңғы көп жылдардың ішінде алғаш рет өтіп отыр. Және бұл соңғы рет емес деген ойдамыз. Жыл сайын өңірлерде өткізіліп, еншілес ұйымдар қатысатын спартакиада ойындарының мақсаты салауатты өмір салтын насихаттау, спортқа баулу және қызметкерлердің арасындағы өзара байланысты арттыру. Айта кетсек, ұлттық компанияның 10 мыңдаған қызметкерлерінің ішінде жоғары деңгейдегі спортшылар да бар. Осы спартакиадада волейбол түріне қатысам. Финалдық ойын қазір Павлодар мен Казтрансойлдың арасында, ПМК-дің Казтрансойлдың арасында өтеді. Біздің басшыларымызға осындай спартакиаданы дайындағандар үшін рахмет көп. Өте жоғары деңгейде өтіп жатыр. Турнирдің жабылу салтанаты Бірлік жекпе-жек сарайында өтті. Сонымен қатар шараға Қазмұнайгаз ұйымының төрағасы Асхат Хасенов қатысып, жеңімпаздарды құттықтады. Салтанат Бауыржанқызы, Алексей Михедов, Ертіс ақпарат.